Ешқашан құламаған адам ұлы емес, құлағаннан кейін қайта тұра білген адам ұлы. Құлшынысың күшті болу үшін мақсатың айқын болуы тиіс. Өзінің не үшін өмір сүріп, не үшін жұмыс істеп жүргенін әрдайым жадында ұстайтын адамдардың мотивациясы жоғары болады. Олар жай ғана әрекет етпейді, өздері үшін маңызды нәрселерге талпынады. Сол себепті мақсатың мен басымдылығыңды анықтап алудың мәні зор. Одан соң соған сәйкес әрекеттер мен міндеттеріңді таңдайсың. Жұмыс бастылық пен тиімділікті шатастырмаңыз. Егер мақсатыңызға бір табан жақындатпаса, сіздің қанша нәрсе жасап үлгергеніңіз маңызды емес. Тиімділік дегеніміз атқарған жұмыстарыңыздың саны емес, сапасы. Мақсатыңа ұмтылу кезінде әлем саған қарай жылжиды. Өмірде бәрі біз ойлағандай болмайды. Шын ұмтылсаң бәріне жетесің. Өмірің өз қолында. Өзгеге емес, өзіңе сен. Арманда, күл, қуан, кішкентай дүниелердің өзінен бақыт сезіне біл. Сонда ғана шын бақытты боласың. Бақытты өмір жоқ, бақытты уақыт бар. Жеңілуден қорықпа. Жалпы адамның басты проблемасы үш процесті дұрыс жасамайды, басқара алмайды. Ақпарат қабылдау, ойлану, сезіну, амал әрекет ету. Осының салдарынан өзінің жағдайын сылтаулатып, мотивация жоқтығынан жалқаулыққа салынады. Мен бәріне құрметпен қараймын және кез келген сынды қабылдаймын. Бұл мені әлде қайда күштетеді және алға басады. Неден қорықсаң, соған қарсы жүр. Өйткені қорқынышқа қарсы тұрар күшті сол жерден табасың. Әйтпеген күнде бір орында тұрып қаласыз. Ал сіздер онда емессіздер. Кез келген қиындықты еңсересіздер. Оны білемін. Тек ішкі қалауыңызға ден қойыңыз. Өмір күнделікті мәселелерді шешуден гөрі көп нәрсе болуы керек. Сіз оянып, болашаққа шабат беруіңіз керек. Өмірдегі ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіне сену. Ең бірінші кеңес, тірі адам тіршілігін жасау керек. Отырсақ отыра береміз. Анау қымбат, мынау қымбат. Заман сондай деп негативтің бәрін бойымызға жинап алатын болсақ, энергиямызды жоғалтып, әлсіз адамға айналамыз. Ал егер де жоқ жасаймын, қолымнан келеді, айналамды өзгертемін, соған қарай талпынамын дейтін болса, ол адам күш қуатын жинайды. Ал адамның бойында энергия түбінде ақшаға алып келеді. Егер кері шегінсем, өкінетін боласың. Сол үшін батылдана алға ұмтыл. Сен берілмегенге дейін жеңілген жоқсың. Ешқашан басыңызды төмендетпеңіз, оны жоғары ұстаңыз. Әлемді тікелей көзіңізге қараңыз. Ертең жоқ, кешіктірмеңіз, қазір жасаңыз. Табысты болу үшін колледжге барудың қажеті жоқ. Өзгенің емес, өзіңнің мақсатыңа жет. Екінші болма. Саған біреу отказ берді екен деп, сен өзіңнен бас тартпа. Бүкіл жауаптың бәрі өзіңде жатыр. Сен кітаптағы жазылғандардан гөрі көп білесің, бірақ оны еске түсіру үшін кітапты оқу керек. Өз-өзіңе қарауың керек, өзіңді тыңдауың керек және сенуің керек. Қиын жолды таңда, онда бәсекелес. Қателіктен қорқудың өзі қателік. Табыс бақыттың кілті емес, бақыт болса табыстың негізгі кілті. Егер сізге өз ісіңіз ұнаса, сіз міндетті түрде табысқа жетесіз. Егер сіз қателік жібермесеңіз, онда сіз тым қарапайым мәселені шешіп жүрсіз, және бұл үлкен қателік. Ешкім де сізден күшті емес, ешкім де сізден ақылды емес, тек олар сізден ерте бастаған.
Егер сен бір нәрсені ойлап таба алсаң, демек оны жасап шығара аласың деген сөз. Өміріңді жақсартудың тек екі тәсілі бар. Бірінші тәсіл өзінен өзі ешқандай да керемет болмайды деп өмір сүру. Екінші тәсіл бар әлем тек таңғажайыптан тұрады деп өмір сүру. Ой барлығының да бастамасы. Ой арқылы бәрін басқаруға болады. Сондықтан да ең бастысы оймен жұмыс жасауды жетілдіру қажет. Сіздің өміріңіздің ең жақсы жылы өз мәселелеріңіздің тек өзіңізге ғана тиесілі екенін мойындау. Сіз оған бола анаңызды, экологияны, не президентті кінәламаңыз. Өз тағдырыңызды өзіңіз басқарып отырғаныңызды түсіне біліңіз. 12 сағат емес, баспен жұмыс істеу керек. Әр адамның өмірінде басты қарсылас бар, және бұл өзі. Мен ешқашан қатал сынға қарамастан өз жолымды жалғастыра беремін. Қыран құс желге қарсы ұшқанда ғана биікке самғайды. Ең бастысы жұмыс жасаңыз және жұмыс жасаңыз. Өйткені сізден басқа ешкім сізді қорғамайды. Сізді өзіңізден басқа ешкім тамақтандырмайды. Ал сіздің еліңіз сізге ешкімге қажет емес. Егер бұл жай сөзбен қарапайым ұранға айналмай, өміріңіздің жолына айналса, онда сіз мақсатыңызға жеттіңіз. Менде ымыраға келе алмайтын тақырыптар бар. Тыңдай еңбек етемін. Мен тозуға дейін жаттығамын. Мен жақсырақ боламын. Мен көшеде демалуды бастаймын. Мен қателіктерді мойындаймын және шешемін. Мен мықты болып қаламын. Ең маңызды нәрсе не? Мен күн сайын өзіме негізгі бір сұрақ қоямын. Мен мүмкін болатын ең маңызды нәрсені істеп жатырмын ба деген. Егер мәселелерді шешуге болатын маңызды жайттармен жұмыс істейтінімді түсінсем, жұмсалған уақытымның 1 минутына да өкініш артпаймын. Таза ақыл мен жаңа идеялар бұл табыстың өсуі үшін ең құнарлы негіз, ал шабыт табысты бизнес үшін ең жақсы мотивация. Өзіңе сен. Адам асқан данышпан немесе түрлі қасиет пен қабілеттің иесі болып туылуы мүмкін. Бірақ ол өзіне сенбесе, барлық қарым қабілетін кәдеге жарата алмаса, көптің бірі болып қала бермек.